Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен көкөністен әзірленген осындай өте дәмді икра әзірлейтін боламыз. Бұл икраны жасай салып жей берсеңіз болады, және де кәдімгідей банкіге басып, қысты күні ашып жей берсеңіз де болады. Ал ендеше бастайық. Алдымен майымызды қыздырып, пиязымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Сосын көкөністерімізді салып бастаймыз. Менде өткен жылғыдан қалған көкөністер, сізде осылай қалып кеткен болса, осылай жасасаңыз болады. Болгар бұрышын саламыз, помидорды салып, қақпағын жауып, 20-25 минуттай бұқтырамыз. Су осылай шықты, кішкене суы тартылғанын күтеміз, бізге артық су қажет емес. Енді жаңағы кабачки мен баклажанымызды төрт бұрыштап турап қосып жібереміз. Менде кабачки мен баклажан свежий. Татымына қарай тұздаймыз және қант қосамыз. Қант тұздан 2 есе көп болуы керек. Қара бұрыш қосамыз татымына қарай. Кішкене лавр жапырағын салып жібереміз де араластырып, тағы да 20-25 минуттай бұқтырамыз. Енді чесногын саламыз және қалауыңызбен көксөк салып жіберсеңіз болады. Менде қатырылған укроп. Араластырып 5 минуттай қайнатамыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Осы күйінде салатты жей берсеңіз болады және мен сияқты екіге бөліп, екі түрлі салат жасасаңыз болады. Яғни жартысын бір ыдысқа салып алып қаламыз да, екінші бөлігіне брокколи және түрлі түсті капустан саламыз. Кішкене помидор қосып жіберсек болады. Енді барлығын араластырып, тағы да 10-15 минуттай бұқтырамыз. Татымына қарай тұздауды ұмытпаймыз. Біздің салатымыз дайын болып қалды. Енді осындай погружной блендерімізді салып, салатымызды езіп шығамыз. Біздің пюреміз дайын. Тағы да кішкене 5-10 минуттай қайнатып, қоюландырамыз. Осымен пюре дайын, яғни көкөністі икрамыз. Осы күйінде суытып жіберсеңіз болады және алдында айтқандай-ақ банкіге бұрап салсаңыздар болады. Рецепт ұнаса лүпілдеріңізді аямаңыздар және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған мен Рахат.